Ерасыл өз қатарластарымен ойнағанды ұнататын, бірақ соңғы уақытта ол өзін өзгеше сезіне бастады. Достары бойы өсіп жатқанда ол сол қалпында қалды. Кейде шаршап, сабақта ұзақ уақыт зейін қою қиынға соғатын. Бұл өзгерістерді өзі де түсінбеді. Көзге көрінбейтін бір күш оның денесін басқарып тұрғандай. Кейбір күндері ол ерекше әлсіздік сезінсе, кейде себепсіз мазасызданатын. Ата-анасы оны дәрігерге апарғанда, маман оның бойындағы көзге көрінбейтін басқарушының дұрыс жұмыс істемей жатқанын айтты. Бұл адамның ішіндегі ерекше жүйе. Ол бәрін реттейді. Өсу, күш-қуат, көңіл-күй, тіпті тәбет. Егер ол дұрыс жұмыс істемесе, адамда түрлі өзгерістер байқалады. Осы басқарушы дұрыс жұмыс істеу үшін не қажет? Уақытылы ұйықтау, пайдалы тамақтану, күйзелістен аулақ болу және ең бастысы денсаулыққа мән беру. Егер осы белгілерді елемесек, уақыт өте келе үлкен қиындықтар туындауы мүмкін. Бұл қандай күш?